бір деректерде былай дейді, 367 адам атылды дейді. 168 адам каторгаға айналды дейді. 128-і түрмеге жабылды дейді. Бұдан да көп болуы мүмкін. Одан кейін біз енді Жетісу жерінде көтерілісті қозғап отырғандықтан, жай ғана тіркелген сандар бойынша. Жетісу жеріндегі халықтың, байырғы халықтың 4-тен 1 Қытайға қашуға мәжбүр болды. Енді жан сауғалап Қытайға қашты. Бірақ осы Қытайға қашып жатқан қазақтарды сол кезде Түркістан генерал-губернаторы Куропаткин білмейді деп айтуға болмайды, ол білді. Сөйтіп Қытайға қашқан қазақ дейді, мынау Құлжа мен Шәушек емес дейді, анау Үрімшіге дейін барған. Үрімшіге барғанда сол Қытай консулдарына, яғни елшіліктеріне айтып, Куропаткин айтқан, оларды аяусыз жазалаңдар, қайтадан елге қайтарыңдар деген. Сөйтіп жан сауғалап осындай басына күн түскен қазақ Қытайға да кетуге мәжбүр болды. Бірақ Қытайға барғанда олар ояқтан бақытты өмір күткен жоқ, керісінше оларды жазалаған. Жазалаушы отряд дейтін қайдан шықты? Ол бәлекеттердің барлығы мына қазақтардан шыққандар. Қазақ дейтін нәрсе бар. Анау отаршылдық саясаты кезінде, патша үкіметі өзінің отаршылдық саясатында, жалпы біздің қазақ жерін отарлауда қазақ әскерлерін өте шебер пайдаланған. Орал казактары деген кезінде Жайық болады, Пугачевтың көтеріліс басып жасалғаннан кейін оның атауын Орал казактары деп өзгертеді. Сосын Сібір казактары, оның алдында құрылған Орынбор казактары 1867-68 жылғы реформа бойынша 1867 жылы Жетісу казактары, қазақ әскерлері құрылады. Сонда қарасаңыздар, өзгенің қолымен от көсеу, былай қарап тұрсаңыздар. Өздерінің әскерлерін пайдаланған жоқ бұл жерде. Жаңа ол қазақтардың өзі аннан қашқан, мыннан қашқан, жан-жақтан жиналған, шекараны қорғау үшін қойып қойған әскерлер болатын. Анау Колчак дегеніміз, Атаман Дутов дегеніміз, мына Жетісуды ойрандаған Анненков, оның барлығы қазақтар. Қазақтардан шыққандар, қарап тұрсаңыздар. Сосын немістің ұлт өкілдерін осы жақта жақсы пайдаланған. Генерал-губернаторлардың басым көпшілігінің бәрі неміс ұлтының өкілдері, қарасаңыздар, қойып қойған. Бүгінгі осы отырыста бір ауыз сөзбен түйіндесек. Әрқайсымызда ұлттық рух, ұлттық намыс, ұлттық деген дүние бойымызда, санамызда болу керек. Мен енді мәңгілік ел іргесін қалайтын, болашақ ұрпақтың осындай алаш азаматтары сияқты өз заманының белді, беделді ұлт зиялылар болатынына сенемін. Бәрекелді. Аға. Жаңа айтып отырмыз, Қазақстан жерінде қазақтар қандай да болсын әкімшілік үкіметке қарсылығы 400-ден астам қарсылық жасады деп. Сонда мына патша үкіметіне, кеңес одағына қарсы ең көп көтеріліс жасаған қозғалыстармен ерекше көзге түскен тек қана Қазақстан деп ойлаймын. Себебі қарап тұрсақ, неге қазақтар сонша зәбір көрді, жапа шекті, неліктен осындай қасіретке ұшырап отырды, тарихтың талқысына түсті. Бір ғана себеп бар сияқты, қазақтың еркін кең даласы, қазақтың жаңағы қазба байлықтары, қазақтың бағыда сорды осы ма деп ойлаймын. Жері шалғын жаңағы көк майсалы шөбі, оның асқар таулары мен биік ормандары деген сияқты. Енді халық оны ұстатып қоймайды. Бұл өткен оқиғалардың бәрі бізге рух береді, бізге дем береді, бізге қанат береді. Жаңа берілетімізді жақсы айтып жатыр. Біздің тіліміз бен тарихымыз қос қанатымыз деп. Осы қос қанатымыз талмасын, тарихымызды сақтайық, тілімізді сақтайық деймін. Ахмет Байтұрсыновтың жақсы керемет сөзі бар. Бізге дейді, ақпан революциясы соншалық түсінікті болды дейді. Ал қазан революциясы соншалықты бізге түсініксіз болды дейді. Ақпан революциясында қазақ зиялыларының бәрі бостандық таң атты, еркіндік күн атты, тәуелсіздік таң атты деп өте қуанып, сондай қуанышпен қарсы алған. Қазақ халқына айтқан, сіздер ешкімнен де қорықпаңыздар деген, Құдайдан ғана қорқыңыздар деген. Біз ел іргесін сақтап, еңбек етейік деген. Мен бүгінгі жастарға айтар едім, осы 1916 жылы көтеріліс, басқа да көтерілістің қаншалықты тарихи маңызының зор екендігін, бұл бүгінгі біздің тәуелсіздігіміз үшін сол кездегі бабаларымыздың бәрі қайтты, өмірін өлімге тікті. Бүгінгі жастар бүгінгі тәуелсіздіктің қадірін түсіну үшін тарихты жақсы білу керек деп ойлаймын. Ұлттан несімен айырмашылығы бар, несімен ерекшеленеді. Әйтпесе, неге ол өзге, мысалға, жер бетінде қаншама ұлт бар, ал сол ұлт бір-бірінен несімен ерекшеленеді? Ол тілімен, дінімен, салт дәстүрімен, өзінің ұлттық болмысымен. Сондықтан біздің өзгеге еліктеп, өзімізге бойымызда ұлтқа берген жақсы тамаша қасиеттеріміз бар. Біз сол қасиетімізден арылмауымыз керекпіз. Тілімізбен, тарихымызбен, салт дәстүрімізбен мақтанып,
соны жарқыратып көрсете білу керек біз барлығымыз. Сонда ғана ұлт өзінің ұлттық біз тамырымызды құмыраға өсірген гүлден арылуымыз керек. Біз тамырымызды кеңге жаятындай. Бүгінгі тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ. Соның бастауында қаншама ұлт азаттық көтерілістер, ашаршылық алып жатсаңыздар, 20 ғасырдың өн бойына қаншама жағдайлар өтті қазақтың басынан. Ал сол бүгінгі мінеки осы жастарымыздың, бүгінгі мынау шұғылалы күніміздің жолындағы төгілген қан, тер, бабалардың аманатына қиянат жасамауымыз керек. Бәрекелді. Ендеше сол бабаларымыздың бар мақсаты өз жерінің берекесін осы бүгінгі болашаққа сыйлау еді. Сол ұлт азаттық көтерілістен бастап алған, одан бері қазақтың жастары бой көтерген 1986 жылғы көтерілістен кейін арайлап тәуелсіздіктің таң атып, біздің Қазақстан егемен ел болды. Бұл біздің бүгінгі болмысымыз. Ендеше осы болмысымыздан айырылып қалмайық.